Айғаным бұл үйге келін боп түскенде жүрегінде үміт көп еді. Болашақ күйеуі жарас, салмақты, сабырлы, көз сөзге сараң жігіт, қара шаңырақ, мәртебелі орын. Бірақ бұл үйдің салмағы одан да ауыр екенін келін болған соң ғана түсінді. Атасы баяғыда дүние салған, ал үлкен ұл еркін, туғаннан ауру, тілі түсініксіз, ісі де түсініксіз. Кейде күндер бойы үндемей отырады, кейде кенет күліп, өзімен өзі сөйлеп кетеді. Басы жасамайтын, бірақ әзірге зияны жоқ. Жүрген ізімен шаң көтермейтін момын. Бәрін көтеріп жүрген енесі ақ пейіл, жүзінен жылылық төгілген Жәмила ана. Жан баласын жамандыққа қимайтын келінін де туған қызындай көрген. Айғаным бала көтермей жүрген 3 жылда да еш кінә тартпаған. Қайта Құдайдың берер күні бар деп жұбататын. 3 жылдан соң тағдырдың нәзік арқанындай тіршілік үзіліп түсті. Енесі ауыр дертке шалдығып, ақыры бақилық болды. Жарас сол кезде де сабырлы еді. Жылаған да, күңіренген де Айғаным. Өзі үшін емес, артында қалған жаны жылаулы еркін үшін жылады. Сол күннен бастап бұл үйде Айғаным бәріне жалғыз жауапты адамға айналды. Құдайдың құдіреті, енесі кеткен соң 40 күн өтпей жатып, құрсағында тіршілік білінді. Баяғы тілегі қабыл болған екен. 9 айдан кейін дүниеге қыз бала келді. Атын Зере қойды. Қызы енесіне қатты ұқсады. Тіпті кейде Айғаным жылап қалатын. Кішкентайы жымиғанда енесінің жүзі елестейтін. Күндер өте берді. Жарас вақтыда. Үйде Айғаным, қызы және үндемейтін еркін. Айғаным күнді еркінді жуындырады, тырнағын алады, шашын, сақалын қияды, киіндіреді. Суды жылытып, аяғына дейін жуып, кепсін кигізіп, өз бөлмесіне отырғызып қояды. Қайнағалар кейде келіп, бір аптада бір рет шомылдырып кетеді. Айғаным олар келгенде де бәйек, дастархан жайып, күлкімен қарсы алады. Бірақ бір сәт өзгерді. Еркіннің көзқарасы өзгере бастады. Бұрынғы жалтақ көз енді ұзақ қарайтын болды. Айғаным жуынып жатқанда кейде еріксіз қолын ұстап қалады, иіскеп алады. Айғаным оны алғашында алғыс қой деп ойлаған, бірақ бөтен ниет боларын жүрегі қабылдамаған екен. Алайда бәрі тым алысқа кетті. Көктем үйге жылу әкелгенімен Айғанымның көңіліне суық ұялаған еді. Еркіннің жүріс-тұрысы, көз қарасы, тіпті тыныс алуы да өзгергендей. Баяғы үнсіздіктен гөрі енді елеңдеп, келіннің әр ісін бақылап отыратын күйге түсті. Апаң түсіңе кіреді ме деп сұрайтын Айғаным кейде жымиып. Кірді деп күбірлейтін еркін, бірақ бұл сөздің астарында не жатқанын келін ұға алмады. Бір күні сол өзгерістің шын беті ашыла бастады. Жарас вақтыға кеткен. Түнгі сағат 10-дар шамасы, қызы тәтті ұйқыда. Айғаным еркінің шашын, сақал мұртын алып беріп жатты. Үнсіз отырған қайнағасы кенет орнынан қозғалып, келінге бір қадам жақындай түсті. Айғаным мұны байқамады, қолына сүлгіні алып шашын сүртіп жатқан. Сол кезде еркін екі қолымен келіннің белінен құшақтап, тұла бойын иіскеп алды. Айғаным сасып қалды. Не істеп тұрсыз деп даусын шығаруға дәті жетпеді. Алғысын білдіріп жатыр деп өзін сендіргісі келді. Тілі тұсаулы, жүрегі дүрсілдеп тұр. Бірақ бұл тек бастамасы екен. Келесі күндерде бұл қайталанды. Үнсіз, бірақ ашық. Жуынып отырған еркін келіннің белін ұстап, кейде иығына басын сүйеп тұрады. Тілі анық емес болғандықтан не айтып жатқанын ұға алмайды. Бірақ оның көзі бәрін айтып тұр еді. Айғаным күйеуіне бәрін айтқысы келді. Бірақ әр жолы телефон шалғанда Жарас көтермейді. Қол тимей жатыр дейді. Не ертең сөйлесек деп жауап салады. Ал еркін болса, барған сайын шектен шығып бара жатты. Бір күні бәрі шегінен асты. Күндегі қалыптағы күй. Еркінді жуындырып сақалын алып беріп жатқан. Кенет қапсыра құшақтап, ол екі анарын қатты мыжып, иіскеп, тіпті сүйе бастады. Айғаным шошып кеткен күйі. Жетеді деп итеріп жіберіп бөлмесіне қарай қаша жөнелді. Жері басып тұрғанда емес еді. Іші алай-дүлей, жүрегі қысылып, көзіне жас келіп жатты. Бұл енді жай алғыс емес, бұл шекара, бұл күнә.
Күндер өтіп жатты. Айғанымның жанын жегідей жеген сезім, үрей мен күйініш. Еркіннің әрекеттері естен кетпейді. Бірақ ол ауру, санасы тұнық емес. Оған ашулануға да, жек көруге де қорқады. Себебі бұл үйдің берекесі, қара шаңырақтың салмағы иығында. Келін деген ат оны жіптей матап тұр. Айғаным бір рет қатты толқығанда бәрін күйеуіне айтпақ болды. Ұялы телефоннан алып, Жарасқа қайта-қайта қоңырау шалды. Бірақ ол сол баяғы әдеті. Қазір қолым тимей тұр, кейін сөйлесейік деп қысқа қайырды. Ол кейін ешқашан келмейтіндей. Айғаным көз жасын жұтып телефонын сүлге қойды. Кішкентай Зере тәй-тәй басып шешесіне қарай келе жатты. Сол сәтте көзіне марқұм енесінің бейнесі елестеді. Апа, менің қандай күнәма осылай болдым, бұл не өмір деп ойлады. Кейде тәртең Еркіннің үстінен ауыр, жан күйдірер көз қараспен қарап тұрған байқап қалатын. Кейде түнде есігі сықыр етіп, біреудің қарасы жылт етіп келетін. Ол қорқа бастады. Ұйықтар алдында есігін іштен кілттеп қоятын әдет тапты. Бірақ түнгі тыныштықта жүрегінің дүрсілі бәрібір бәсеңдемейтін. Ауылға келген қайнағаларда ештеңе байқамайтын. Келсе бірден Еркінді шомылдырып, шашын алып қайта кете беретін. Ал Айғаным бәйек. Үйін жинап, дастархан жайып күлімсіреген келін. Ішінде жалын жанып жатса да, сыртында сабырлы. Бірақ осы бір тыныш күндердің күнінде артында бір дауыл тұрды. Көптеңнің жайлы бір кеші еді. Терезе сыртында самал желесіп, кішкентай Зере қыңқ етпестен тәтті ұйқыға кеткен. Айғаным ас үйдегі ыдыстарын жуып, есігін іштен жауып бөлмесіне кетті. Таңертең қайтадан Еркіннің күтімі, қыздың ас-ауқаты, күйеуіне телефон шалу бәрі әдеттегі күн тәртібі. Түн ортасы ауып кеткенде бір сәтке көз ілді. Бірақ сол түні ешкімнің ойына сыймайтын сұмдық орын алды. Ұйықтап жатқан Айғаным кенет біреудің демін сезді. Түнектен үрейлі үнсіздік сызылып тұрды. Көзін ашқан сәтте үстінде Еркін отырды. Қолмен аузын басып, әлсіз қарсыласқан келінді тұншықтыра құшақтап, үлкен сайманын құмары қанғанша итеріп алды. Жоқ, қойыңыз, өтінемін деп шыңғырып үлгермеді. Үн шықпады. Қақпанға түскен құстай жанталасқанымен Еркіннің мығым денесі қозғалтпады. Ол енді баяғы момын, ауру ағасы емес еді. Көзі от, қолдары жоқ. Келіннің көзінен жас емес, қан ағатындай ауырлықпен тасыды. Бұл тек денеге жасалған зорлық емес еді. Бұл адамның қадірін, рухын, аналық жүрегін таптау болатын. Келесі күні Айғаным сөйлей алмады. Жүрегіне қорғасын құйылғандай. Күйеуінің келетін күні жақындап қалды. Айтайын десе қалай айтады? Кім сенеді? Еркін ауру, пәк, тілсіз бейшара. Ал ол келін, қара шаңырақтың иесі. Бірақ бұл үнсіздік ішін жеп бара жатты. Жарас үйге келген сәтте Айғаным көз жасын тыя алмай, түн ішінде бәрін айтып салды. Әр сөзі оттай күйдіріп өңешіне кептеліп тұрды. Еркін, ол менің арым таптады, деді, даусын әрең шығарып. Жарастың көзі бақырайып, денесі қимылсыз қалды. Не деп тұрсың? Мүмкін емес. Ол ондай емес қой, Айғаным. Келінің көзі жасаурап бүгіліп отыр, үнсіз. Қайта-қайта басын шайқай береді. Ал Жарас болса отырып қалған қайнағасына жалт қарады. Еркін басын салбыратып, өз бұрышында үнсіз отыр. Жауап жоқ, көзінде ұят емес, беймәлім тас тыныштық қана. Шындық айтылды, бірақ айыптау келінге бағытталды. Күйеуі Жарасқа айтылған сөздер найзайдай қадалды. Бірақ сол соққыны Еркінге емес, әйеліне бағыттады. Оны қалай айтып тұрсың? Ол менің ағам. Ауру адам, апам екеуміз бағып өсірген ағам, деп Жарас ашуға булығып қабырғаға жұдырығын сілтеді. Мен өтірік айтып тұрған жоқпын, деп Айғаным еңіреп. Ол менің арымды таптады. Бірақ сөз өтпеді. Жарастың жанарында сенімсіздік, күмән, тіпті жиіркеніш. Сол күннен бастап бұл үй қаңыраған қабырғаға айналды. Енді бұл жерден мейірім емес, тек үнсіздік естілетін. Қызы Зере ғана осы үйдің соңғы жылы демі сияқты еді. Көп ұзамай Айғаным қызын құшағына алып төркініне қайтты. Түн ішінде ешкіммен қоштаспастан жалғыз
жүк сөмкесін сүйретіп үйден кетті. Қара шаңырақтың есігі тарс жабылды. Ауыл қашанда сөйлейді. Бүгін болмаса ертең. Көшенің бұрыш-бұрышында кемпір-шалдар сыбырласып жатты. Ойбай, ана келін қайнағасын тастап кетіпті ғой. Енді кім бағаны еркінді? Оны бағып отырған ана бейшара енесі бар еді ғой. Келіндер осындай ғой қазір. Кеткісі келсе кете салады. Ұят деген жоқ. Жай ғана кеткен жоқ. Өсекке қарасаң байғұс қайнағасына жала жауып кетіпті ғой деді. Бірақ шындық біреу еді. Айғаным ешкімге жала жапқан жоқ. Айтпағаны да көп. Әкесі мен анасы да алғашында ауыр қабылдады. Біз саған сендіп ақ босағаға аттаттық, дейді әкесі ауыр үнмен. Анасы үнсіз, тек көзінен жас ағып отырды. Бірақ ол көп ұзамай бәрін сөзсіз ұқты. Қызының көзіндегі жара жалған емес еді. Ол арының даусы еді. Еркін көп ұзамай дүниеден өтті. Дәрігерлер ауруы асқынып кетті деді. Бірақ Айғаным үшін оның өлімі азаптан азаттықтай көрінді. Жарас болса қайта жалғыз қалды. Үй қаңырап бос тұрды. Қайнағасының өлі денесі, әйелінің босап кеткен иісі, қызының тәтті күлкісі бәрі өткен күннің елесі боп қалды. Айғаным еркек атаулыдан жиреніп кетті. Ол енді ешкімге жүрегін ашқысы келмеді. Бар бақыты қызы Зере. Қызым, ешкімнің алдында басыңды име, тек шындықты білсең болды, дейтін көзіне қарап. Анаң сүрінді, бірақ құламады. Ажырасқаннан кейін Айғаным қызын жетектеп төркініне оралды. Үстінде жеңіл күртеше, жанында тастай ауыр тағдыр. Елдің сөзінен қашып ата-ананың түсінігіне жүгінді. Бірақ бір кездері өзі шыққан ауылға оралу қайтадан тілім болған жанның үстінен жаншыла басу еді. Алғашқы күндері ешкім есіктерін қағып бетіне тік қараған жоқ. Бірақ көшеде кездескеннің жанары сұраққа толы. Неге келді? Күйеуінен не көрді екен? Жас келін сабырсыз болып шықты ғой. Кейбіреулер ашықты айтып үлгерді. Көрші кемпір, қызым-ау, әлгі қайнаған кімге не істейді? Байғұс ауыр еді ғой. Бір сәл шыдасаң, өзі де қайтушы еді ғой. Қара шаңырақта төрің тұр ғой деп кеңес айтқансып. Айғаным тек басын изеді, ештеңе айтпады. Себебі дәл осындай сөздердің бәрі жүрегінде қанша уақыттан бері қайталанып келген. Бірақ дәл сол күні басқа бір апа келіп оның құшағын алып басынан сипады. Мен сені түсінемін, қызым. Мен де кезінде сөйлей алмағам. Сен батыл болдың, арды таптатпадың. Қызың үшін жаныңды сақтап қалдың. Айғаным алғаш рет көзіне жас алмай, күлімсіреп тұрған адамды көрді. Сырттан жала жабылып қаралғанымен іштей бір жақсылықтың бар екенін сезінді. Ал қара шаңырақта өмір тоқтағандай еді. Еркінің қайтыс болған туралы хабар жеткенде Айғанымда үнсіздік болды. Ауыл ішінде даулар көбейді. Біреулер келінді даттады. Қайнағасын жерге қаратып кеткен келін кімге керек? Аурудың тілін таппадың, кеттің болды. Ұят, қара шаңырақта неге бездің? Қайнағасын бағу міндет. Не үшін келді онда? Үйінде еркелесін дейтіндер де көп болды. Бірақ екінші жағдай үнсіз емес еді. Жағдайын кім көрді? Ішіндегі қайғыны кім түсінді? Бір өзі қанша жыл бақты сол қайнағасын. Неге сол кезде ешкім көмекке келмеді? Ол да ана ғой. Ұрпағы үшін күресті. Кетсе дұрыс деген қашанға ауру бағады деседі. Сол көктемде Айғаным енді ешкімнің келін емес еді. Енді ол қызын жалғыз өсіріп отқан ана. Өмірдің ең ауыр сабағын өз денесінде көрген, бірақ сол сынақтан қаймықпай өткен нәзік жүрек иесі еді. Ауылдың күнделікті тіршілігі бұрынғыша жалғасып жатты. Біреу келіп, біреу өсек айтып, біреуі үнсіз жүріп жатты. Кішкентай Зере тәй-тәй басып анасын айналып жүр. Анасы екеуі бір-бірінен қуат алып өмірмен күресіп жатты. Қоғам деген қатыгез. Ата-анасы бастапқыда қызына ұят деп ренжігенмен уақыт өте жүрегін ұққан. Анасы бір күні бізге келін емес қызымыз керек, аман болсаң болды деді. Әкесі де үнсіз, бірақ енді қолдаудан тайынбайтын болды. Ауылда Айғаным енді жалғыз жүретінді шығарды. Бұрынғыдай біреуге жағыну, біреудің сөзін көтеру жоқ. Ендігі өмір тек өзі мен қызы үшін еді. Алайда еркек атаулыға деген сезімі сөнді. Тіпті қарап тұрған біреудің көзіне түсіп кетсе денесі түршігіп кететін.
Оның сенімі сол түнде өлген. Ол енді ешкімге иек артпайтын, сенбейтін. Айғаным күйеуінен бір-ақ рет хат алды. Кешір мені. Мен сені қорғай алмадым. Сен шындықты айтқанда мен тыңдаудың орнына күмәндандым. Ең үлкен қателігім сенімсіздік. Бірақ енді кеш, мен өмір бойы жалғыздықпен жасам өтеліп жатқандай. Ол хатқа жауап жазбады. Іштей мүлде кешірмеді. Себебі әйел үшін қорғансыз қалған сәтте ерінің үнсіздігі сатқынмен бірдей. Ата-анасы да ауылға көпке дейін өмір сүре алмады. Қыздарының басынан өткен оқиғаны өз жүректеріне қайталай бергендей, әр көше, әр таныс, бәрі сол сәтті еске алатындай болды. Ақыры бәрін тастап, қызы тұрып жатқан қалаға көшіп кетті. Қыздарының қасында болғысы келді. Әрі немерелері Зеремен бірге өскенін қалады. Өмірден алынған оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.